Бұны ет рекламасында көрсетпейді. Негізі мал шаруашылығында жүргенде жүрегің қатаяды. Себебі табиғат өте қатыгез келеді. Көптеген қиын жағдайларды көресің. Айғырдың құлын өлтіргенін көресің. Бұзаудың өлгенін, қойдың қозын тастап кетіп қатып өлгенін. Біздің фермамызда буаз биені ішінен жылан тістеп алған жағдай болды. Биенің іші үлкейіп, жерге дейін салбырап ісіп кетті. Бие қиналмасын деп бауыздай қояйық дегенде, сол жерде биені байлай бергенде қарны жарылып кетеді. Яғни сол удан іскеннен ішінің терісі жұқалана түсті. Яғни сондай жестокий кадрлар көп кезігеді. Уақыт келе ондай жағдайларға байсалды қарап үйренеді. Малмен айналысам деген адам ондайға дайын болу керек.